Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгеремін онлайн курсы және оның авторы Шәкәрімова Арда Қалымқожа қызы. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 10-шы сыныптағы мына кітаптағы молекулалық биология, биохимия тақырыбындағы нәруыздарға байланысты тақырыптарды талдайтын боламыз. Өте күрделі тақырып, сондықтан аса мұқият болып жақсылап оқуға тырысыңыздар. Нәруыздар бұл биополимерлер. Биополимер деген не мағынаны білдіреді, яғни жоғарғы молекулалық қосылыстар. Олардың мономері нәруыздар, амин қышқылдары. Амин қышқылдары 20 амин қышқылы бар екен. Біздің нәруыздар амин қышқылдарынан тұрады. 20 барлығы саны. Нәруыздар гетерополимерлер, себебі нәруыз әртүрлі амин қышқылдарынан тұрады. Енді нәруыздар жалпы құрылымына байланысты екі топқа бөлінеді екен. Фибриалды және глобулалды. Фибриалды дегеніміз ол жіп тәрізді, яғни ұзын болады. Олар қандай қасиеті бар, ерекшелігі? Ол механикалық беріктік және суда ерімейді екен. Екіншісі, бізде глобулалды нәруыздар. Глобулалды нәруызда ол шар тәрізді, немесе глобула тәрізді, олар суда ериді екен. Енді фибриалды нәруыздарға қандай нәруыздар жатады? Бұдан коллаген мен эластин. Өздеріңіз жақсы білесіздер, коллаген сіңірмен буында болады. Эластин екеуі. Енді кератин. Бұл шаш тырнақта болады. Онан кейін фибраин, бұл жібек талшығы өрмекші торында болады. Сонымен фибриалды нәруыздар суда ерімейтін механикалық берік, олар коллаген, фибраин және кератин екен. Енді екінші балалар, бұл бізде глобулалды. Олар суда ериді, шар тәрізді. Олар альбумин жұмыртқаның болатын нәруыз, казеин сүтте болатын нәруыз және гемоглобин қанның құрамында болатын нәруыздар екен. Жалпы енді нәруыздар құрамына байланысты қалай топтарға бөлінеді? Күрделі нәруыздар және жай нәруыздар. Жай нәруыздардың құрамында тек қана амин қышқылдары болады. Ал күрделі нәруыздардың құрамында амин қышқылдары бар және олармен қоса басқа да химиялық қосылыстар бар екен. Жай нәруыздарға коллаген, кератин, эластин. Бағана айттық қой, фибриалды нәруыздар негізінен алғанда жай нәруыздар. Коллаген, эластин, кератин. Енді ал күрделі нәруыздарға келетін болса, хромопротеиндер, гликопротеиндер, липопротеиндер, одан кейін фосфопротеиндер, олар күрделі нәруыздар. Қазіргі келесі сабақтың бөлігінде осы әр нәруыздардың, күрделі нәруыздарға жекелей тоқталатын боламыз. Енді құрметті оқушылар, біз күрделі нәруыздар талдаймыз. Бірінші металлопротеин. Яғни металлопротеиннің құрамында амин қышқылдарынан басқа металл атомдары бар. Қандай металл атомдары? Біріншіден магний, мыс, мырыш, молибден құрамында болатын болса, ол металлопротеиндер. Металлопротеиндерге ферритин, амилаза, онан кейін панкреатин сөлі жатады екен. Яғни құрамында металдары бар, және амин қышқылдары бар нәруыздар металлопротеиндер. Екіншісі хромопротеиндер. Хромопротеиндер бояғыш заты бар нәруыздар. Оларға родопсин, гемоглобин, миоглобин жатады. Бұлар бояғыш заты бар нәруыздар. Келесі фосфопротеиндер. Олар құрамында фосфор қышқылы бар. Бұларға бізде казеин жатады екен. Яғни казеин, фосфор қышқылы бар фосфопротеин. Липопротеин құрамында липидтері бар нәруыздар. Оларға хеликомикрондар жатады екен. Ең соңғысы гликопротеиндер. Яғни бұлардың құрамында көміртек компоненттері бар нәруыздарды біз гликопротеиндарға жатқызады екенбіз. Олар нағыз гликопротеиндер және протеогликандар осы гликопротеиндерге жатады екен. Сонымен күрделі нәруыздардың құрамында амин қышқылдарынан басқа да құрамдас бөліктер, химиялық заттар болғандықтан олар күрделі. Металлопротеин, хромопротеин, фосфопротеин, липопротеин, гликопротеиндер бұлар жаңа талдап өткен, бұлар күрделі нәруыздарға жатады екен. Құрметті оқушылар, енді біз сіздермен осы нәруыздардың қызметін талдаймыз. Нәруыздар алуан түрлі қызмет атқарады.
Олар біздің ағзадағы, жануар болсын өсімдіктің ағзасындағы ең маңызды кенеулі заттардың бірі. Енді соны талдап өтетін боламыз. Ең біріншісі бұл жерде бізде қоректік қызметі. Бұл яғни негізгі кенеулі зат болып табылады. Адам организмде нәруыз қор заты ретінде сақталмайды. Мысалға құстарда жұмыртқадағы ақуыз кәдімгі нәруыз, жұмыртқаның, ал өсімдіктердің тұқымдарында осы нәруыз қор заты ретінде сақталады екен. Екіншісі құрылымдық қызметі. Бұл яғни барлық жасуша компоненттерінің құрамында бар. Оның ішінде мысалы үшін кератин шашта дедік, онан кейін коллаген теріде дедік, яғни соның құрамына кіреді екен. Келесі жерілғыш қызметі, яғни қимыл қозғалысқа келтіреді. Бұл жерде қарапайымдылардағы кірпікшелер, талшықтар жерілғыш қызмет атқаратын. Ал адам мен жануарлардың организміндегі бұлшықеттегі актин-миозин тасымалдаушы қызмет, кешіріңіздер, жерілгіш қызмет атқарады екен. Келесі төртінші қызметі тасымалдаушы, яғни олар қоректік заттарды тасымалдайды, қанның құрамында болып, немесе жасуша мембранасында болып, заттардың тасымалын қамтамасыз етеді. Бұл жерде қанның құрамында болатын және бұлшықеттің құрамында болатын миоглобин, бұлшықеттің құрамындағы миоглобин, қанның құрамындағы гемоглобин тасымалдау қызметін атқарады. Жасуша мембранасының құрамындағы нәруыздар жасуша мембранасы арқылы заттардың тасымалын қамтамасыз етеді. Сонда тасымалдаушы миоглобин, гемоглобин екен. Катализаторлық, яғни белгілі бір физиологиялық процестерді, химиялық процестерді жылдамдатады. Бұлар барлық ферменттер, амилаза, липаза, пепсин сияқты ферменттер бұл катализаторлық қызмет атқаратын нәруыздар екен. Қорғаныш қызметі, яғни адам ағзасына түскен әртүрлі микробтарды, бөгде денелерді жояды. Бұл әрине антидене және немесе иммуноглобулиндер. Сонымен қоса қанның ұюына қатысатын фибрин мен тромбин нәруыздары бұл бізде қорғаныш қызметін атқарады екен. Келесі реттеуші қызметі. Бұл әрине адам ағзасындағы барлық гормондар, яғни гормондар білесіздер, біздің биологиялық процестерді реттейді. Сол гормондар нәруыздар болып табылады екен. Инсулин, адреналин деген сияқты гормондар, барлық гормондар реттеуші қызмет атқарады. Келесі рецепторлық, жасуша мембранасының сыртында дабылдарды қабылдайды екен. Сонда қарап отырсаңыздар, бізде өте нәруыздар көп қызмет атқарады. Жаңағы бір талдап өтейік: құрылымдық кератин, эластин, қоректік жұмыртқаның нәруызы, тұқым, жерілгіштік актин-миозин, тасымалдаушы қан құрамын гемоглобин, миоглобин, катализаторлық фермент, қорғаныш антидене, иммуноглобулин, реттеуші гормондар екен. Рецепторлық жасуша мембранасындағы дабылдық қызмет атқаратын нәруыздар. Құрметті оқушылар, бұл слайд өте маңызды. Сондықтан жақсылап ұғып, жақсылап жазып, түсініп алуға тырысамыз. Құрметті оқушылар, енді біз нәруыздың түрлері, қызметін талдадық. Енді нәруыздың құрылымдық деңгейлерін қарастырамыз. Жалпы алғанда нәруыздың 4 құрылымдық деңгейі бар екен. Бірінші реттік, екінші реттік, үшінші реттік, төртінші реттік. Қазір сіздермен сол әр реттік құрылымның кеңістіктегі орналасуын және олардағы байланыстарды талдайтын боламыз. Бірінші реттік құрылым. Бұл бір-бірімен тізбектеле байланысқан амин қышқылдарынан тұрады. Яғни амин қышқылдары тізбектері байланысады. Бұл жерде пептидтік байланыс екен. Жалпы осы жерде пептидтік байланыс дегенге тоқталаймыз. Пептидтік байланыс ол амин қышқылдарын байланыстыратын байланыс. Бұнда көміртек пен азоттың арасында болады екен. Яғни бірінші реттік құрылым деген ол тізбек, ондағы байланыс пептидтік байланыс көміртек пен азоттың арасында болады. Егер екі нәруыз байланса дипептид, үш байланса трипептид, ал көптеген нәруыздар тізбектеле байланса полипептидтік тізбек түзіледі екен. Пептидтік байланыспен байланысады бірінші реттік құрылым. Екінші реттік құрылым бұл бізде балалар кеңістікте оралма немесе спираль тәрізді болады екен. Бұл байланыстыңға тән, бұл құрылымға тән байланыс сутектік байланыс. Ол оттегі мен сутегінің арасында болады. Үшінші реттік құрылым бұл күрделі
оралма. Бұл мына полипептиктік тізбек шиыршықты алып, жаңа оралмаға айналды дедік қой, оралма енді өзара оралып шиыршыққа айналады. Бұнда дисульфиттік, онан кейін гидрофобтық, иондық байланыстар екен. Енді төртінші реттік құрылым бұл субпірлік түрінде орналасады. Төртінші реттік құрылымы бар нәруыздарды олигомерлер дейді. Олигомер дегеніміз төртінші реттік құрылымы бар нәруыздар. Осы олигомердің құрамында енетін полипептидтік тізбектерді біз субпірлік немесе протомер дейміз. Яғни олигомердің құрамында бірнеше субпірліктер немесе протомерлер болуы мүмкін екен. Төртінші реттік құрылымы бар нәруыздарға гемоглобин және фосфофруктокиназа ферменті жатады екен. Яғни төртінші реттік құрылымы бар нәруыздарды олигомерлер субпірліктерден тұрады. Енді олардың арасында қандай байланыс бар? Біріншіден иондық, екіншіден гидрофобтық байланыстар екен. Сонымен бірінші реттік құрылым тізбек, екінші реттік құрылым бізде оралма, үшінші реттік құрылым күрделі оралма, төртінші реттік құрылым бұл субпірлік түрінде болуы. Құрметті оқушылар, сіздерге бұл жер сәл қиындау болса, слайдтағы ұғымдарды қайтадан қарап, видеоны көріп, тағы да бір рет меңгеруге тырысамыз. Байланыстың түрлерін тағы бір айтайық. Бірінші реттік құрылымда пептидтік, екіншіде сутектік, үшіншіде дисульфидтік гидрофобтық, төртіншіде иондық гидрофобтық байланыстар екен. Ұмытып қалмай, жақсылап меңгеруге тырысамыз. Құрметті оқушылар, енді денатурация деген ұғымға тоқталайық. Денатурация дегеніміз сыртқы орта факторларының әсерінен нәруыздің құрылымының бұзылуы. Қарапайым алғанда, мысалға алатын болсақ, нәруыз өзінің құрылымы бұзылады. Неден болады? Біріншіден 60 градустан жоғары температура, екіншіден ионданушы сәулелер, концентрлік қышқылдар мен сілтілер, ауыр металдардан, органикалық қосылыстардың әсерінен нәруыз құрылымы бұзылып денатурацияланады екен. Енді денатурацияланған кезде бізде не өзгереді? Біріншіден молекула конфигурациясы өзгереді екен. Екіншіден суда ерігіштігі кемейді екен. Молекула заряды өзгереді. Ферменттерге төзімділігі төмендейді. Биологиялық белсенділігі жоғалады. Қарапайым тілмен айтқанда, мысалы үшін, біз жұмыртқаны пісірдік. Ол кезде жұмыртқаның құрамындағы нәруыз әппақ мөлдір болды. Пісірген кезде ол аққа айналды, яғни бұл денатурацияланды. Ол жаңа айттық, температура, ионданушы сәуле, металдар, органикалық заттар құрылым өзгеріп, биологиялық қабілеті толықтай жоғалады. Енді денатурацияның түрлеріне тоқталайық. Жалпы денатурацияның екі түрі бар екен. Біріншісі қайтымды денатурация, екіншісі қайтымсыз. Енді қайтымдыға тоқталайық. Мына қарап отырсаңыздар, менің шашым құрамында кератин бар. Мен шашымды бүйгедей ыстық флегінің көмегімен бюраладым. Яғни денатурацияның құрылымы түзу шаш бюраға айналды. Бірақ біраз уақыттан кейін бұл шаш қайтадан түзуленеді. Неге? Себебі нәруыздің құрылымы қалпына келеді. Яғни нәруыздің құрылымының қалпына келуі қайтымды денатурация екен. Қайтымды денатурация бұл неден болады? Нәруыздің бірінші реттік құрылымы толық бұзылмайды, яғни нәруыз өзінің құрылымын қайтадан қалпына келтіреді. Оны кей кезде қайтымды денатурация немесе ренатурация дейді екенбіз. Екіншісі қайтымсыз, яғни нәруыз өзінің құрылымын қайтадан қалпына келтіре алмайды. Бұны біз қайтымсыз денатурация дейді екенбіз. Енді денатурация не үшін қолданылады? Бұл біріншіден қандағы нәруыздық емес заттарды анықтауды. Екіншісі дезинфекция мен санитарлық өңдеуді қолданылады. Ауыр металдармен уланғанда нәруыздық дәрілік заттарды өндіруде осы денатурация медицинада осы мақсаттарда қолданылады екен. Құрметті оқушылар, біз сіздермен толықтай нәруыздің түрлері, нәруыздің құрылымы, нәруыздің қызметі, оның құрылымының бұзылуы, оның қолданылуы туралы қарастырдық. Жалпы алғанда толықтай меңгердіңіздер деген ойдамын. Егер қиындық туып жатса, видеоны бірнеше рет көру ұсынылады. Және
слайдтағы негізгі ұғымдарды дәптерге міндетті түрде жазып алыңыздар. Осының бәрін істейтін болсаңыздар, сіздер осы тақырыпты толықтай меңгересіздер. Түсінбей жатқандарыңыз болса, әрине жекеге шығып, байланысқа түсіп сұрауларыңызға болады. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Онлайн тест платформасындағы тестті шешуді ұмытпаймыз. Қош сау болыңыздар.